психологтар осы оқиғаны алады ше. Ана балаға қатысты психология кітаптарды қарасаңыздар бар ғой, баланың ішіндегі дертін андай ішіне ынжық қылып жинай берме деп айтады. Ана ішіндегі дертін шығарып ал, сол не қалай болып еді деп ше. Сол баяғыда қалай болып еді деп. Бұл стиль қаяқтан деп отырсам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам стиль екен да бұл. Оқиғаны айтып берсеңіз. Ана жаңағы Анас ибн Маликтің інісі ғой, кішкентай, 4 жасар бала, ұмытпасам. Жақсы көретін шымшығы бар да, сол өліп қалады ше. Сол өліп қалады да, сонымен жылайды, андай неге түсіп кетеді ғой, депрессияға түсіп. Кішкентай бала, ана қатты көңілі кетіп қалған ғой енді, жақсы өз әркім жақсы көретін нәрсесі бар ғой, бір мысық жақсы көреді деген. Анан қатты бауыр басып қалған, жақсы көріп қалған, жылай, ана бала ауырып қалады да сонымен. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келеді де, не болды деп ше. Не болды дейді. Ана шымшығым бар еді, сол өліп қалды деп жылайды екен да. Пайғамбар саллаллаху алейхи келесіде келген кезде, әлгі шымшығың есіңде ма, сол қалай болып еді деп ше. Ана ішіндегіні әбден сыртына шығарып тастайды екен. Жылама деп айтқан жоқ. Иә, жылама деп айтпайды. Жылай береді, бірақ да конца шығарып алады. Ана болды ғой. Сонымен ол нәрсе өзі тазаланады екен да іштен. Ана болды, ұмыт оны. Таста, ұмыт оны. Жігіт деген жылай ма екен? Жігіт деген жылай ма? Мұңайма деген сияқты. Жоқ, ана ішіндегі бәрін авторын ұмытып қалдым, баланы тәрбиелеу деген бана бір жаңа еуропалық әйел кісінің жазған кітабы бар, америкалық па. Сол тірі адам атын жаттай алмаймын. Сол кісінің сол жерде оқып жатқан кезде сол ілініп қалды да маған. Ана бір аварияға түскен баланың оқиғасын айтып жатады да. Ол баланың ана авариясын ұмыттыруға тырыспа, шығарып ал дейді да ішіндегі нәрсесін. Қалай болып еді, соны қалып қалады дейді да ішінде. Ана айта алмайды, анаған айтайын десе айта алмайды, мынаған айтайын десе айта алмайды. Сонымен қиналып қалады екен да. Сөйтсем сол стиль пайғамбардың. Сол бір кітап қой негізі. Ол сияқты тағы 3-4 оқиға бар да пайғамбарымыздың өмірінде. Құрман ұрлайтын бала туралы. Сымдығы ана. Соның барлығы астындағы оны жазып тастаған негізі ғалымдар шарықтап ше. Просто бір жинап, әдемілеп біздің қазаққа сай қылып әкеп берсе,